Бүгінгі Наурыз мерекесіне арналған 14-ші Наурыз көрісі амал мерекесі атты тәрбие сағатымызды ашық деп жариялайды. Көптен күткен Наурыз тойы арайлы нұрға бөліп жатыр. Маңдайды, мал кеткені бал таңған қуазы қуат болып қанымызға тарайды. Төрт түлік мал халқымыздың сүйері көңілімнің күмбірлеген күй еді. Күн мен түн теңелді, күн шуағын бөленді, сонымен тойлар еленді. Наурыз тойы салтымыз көгерсін деп халқымыз көшеге тал егеміз. Наурыз мерекесінен адамдардың көрісуімен басталады. Жігіттер күндестегі құлақтардың көзін ашып, құлақтан басына тал еккен. Жаңа шыққан күнге киелі сәлем берген, ренжіскен ағайындар татуласқан. Науан Наурыз армысың, Наурыз келді, көктем келді ағайын. Жадырайды, жаңғырады маңайын. Назды, сазды, Науан Наурыз армысың. Сұлу мүсін, саған біткен бар мүсін. Қаныр айдай қалың қуар қайратың. Сен келдің де ғаламшар жайнақтың. 14-ші Наурыз көрісі мейрамы. Көрісі күнінде халқымыздың аман есен шыққанына қуанып бір-біріне қол беріп алысады. Таныс бірлен ақшымен көрісі мерекесін асыра күткен отбасы алдын ала дайындап тұрған дастарханын жаяды. Міндетті түрде бауырсақ пісіріп тәттісімен үйіп қояды. Отбасының кішілері үлкендеріне қос қолын беріп бір жасыңмен дейді, ол бір жасқа есеуіңмен дейді, жылға дейді, ол бір жасқа есеуіңмен дейді, осы жылға аман есен жетеуіңмен дейді. Білдіреді, содан кейін әр отбасы кішілері үлкендеріне осы жылға отбасы мүшелері жасы үлкен жанұяларға тілеп көрсін шығады. Міндетті түрде әр адам үш үйді немесе үш үй керек, яғни бір отбасы үш үйге кіріп үлгеру керек. Қалай тойланатыны туралы айтып өтсек, жаңа жылда бір баба үйге кірсе, ол үй ауру, қырдан, сәле жаладан аман болады деген сеніммен. Наурызға дейін адамдар үйін, қаңы, түлкі, Міндетті түрде әр адам үш үйдің есігін ашу керек, яғни түспеген үш үйге кіріп, көрісіп үлгеру керек. Бұл жоралғы жыл бойы балаларымыз топ жүрсін, дастарханымыз аралас болсын, қарым-қатынасымызға сызат түспесін деген. Ұлықтың ұлы күні кем дегенде түп-түзетен ресторанның Наурыз көже дайындайды. Наурыз көже соғымнан қалған сүрге, қазы, бидай, ақ және сары бибері, айран, тұз, су қосады. Расында 21 Наурыз күні даланы Қызыр баба аралайды деген аңыз бар. Осыған сенген халық дәулеттарын бақ қонсын деген мақсатпен есіктерін ашып қояды. Наурыз қош